Остазға деген ыстық сағынышым, біренге қалай ғана сыялады. Остазым менің қамқорым едің, балығанасың өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің дархан, биікке шықсам егерде. Көңілдің мен білмейтін қатпайларын, жаныма сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан Қайырлы күн, қазақ елі. Арайлап атқан әр күндеріңіз қуанышқа, сәттілікке толы болсын. 76 радио таңында ұстаздар мерекесіне арналған Тақиялы періште мюзиклына қош келдіңіздер. Tangı jаттығуға қош келдіңіздер. Барлығымыз орнымыздан тұрамыз. Дайынбыз ба жаттығуға? Сол аяқпен адымдаймыз. Екі қолымызды иығымыздың жанына қоямыз. Алға қарай 4 рет, артқа қарай 4 рет. 1, 2, 3, 4. Қолымызды алдыға қарай созамыз. Жоғарыға, жанымызға, төменге. Тағы да 1, 2, 3, 4. Келесі. Оң қолымызды жоғарыға көтереміз, сол қолымыз төменде тұрады. Алға қарай 2 рет, артқа қарай 2 рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sağ olыңыздар. Tangı jаттығу осымен аяқталды. Остазға деген астық сағынышым, бірге қалай ғана сыяладың. Остазым менің қамқорым едің, балығанасың өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің дархан, биікке шықсам егерде. Өмірдің мен білмейтін қатпарларым, санама сіңіргенше тоқталмадың. Алдымнан шықса бүгін қолым бұлған, қанша жыл қиялдаған тәтті арманым. Остазым менің қамқорым едің, балығанасың өнерге. Жүрегім дархан, өзіңнің дархан,
деген ай. Мына жалғыз басты еркектің күні көрсін. Қасында жанашыр анасы, әйелі болу керек қой. Ай, жақсы жинап қояйын балам келгенше. Анашым, келіп қапсыз ба, қалайсыз? Ой, жаным-ау, алтыным мені. Қалай жағдайыңыз? Жақсы жеттіңіз ба? Ой, жақсы, аманмын. Осы сіз келсеңіз үйдің іші жайнап кетеді, керемет. Әрине жайнап кетеді. Неге жайнап? Анаң қасында болсаң. Құдайға шүкір. Бірақ бірдеңе жетіспейді, я? Бірдеңе жетіспейді осы жерде. Не жетіспейді? Сол баяғы әңгімеңіз бар. Үлгіреміз ғой, анашым, үлгіреміз. Несі бар? Қашан үлгіреміз? Қашан түгі жоқ. Қашан үлгіреміз? Мен қартаятын болдым ғой. Қашан үлгіреміз? Айтпақшы, анашым. Бүгін сіздің төл мерекеңіз емес па? Мұғалімдер күнімен. Сізді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, анашым. Менің балам. Керемет жүзбаз, жағырапия мұғалімі. Жақсы. Ал осы анашым, жас кезіңізде мектепте ұжымдармен қалай жұмыс істегеніңізді, қызықты оқиғаларыңызды еске түсіріп айта өтсеңізші. Ой, шіркін-ай. Әдемі кезеңдерді есіме салдың ғой. Ең алғашқы ұстаз болып келгенде егіс алқабына оқушылармен бірге барып, күшті керемет күзушілік уақытты. Ой, шіркін-ай, ә? Yolumuz öğrenen,
muğalima. Ol. Demez perişte. Al, kızlar kelisine mi kulaka? Men baramız. Kendi varsa, hala yerinde bәрді келіңдер, sen? Күтемін. Кешке күтем, балам жұмыстан келеді. Кешке Түркістан ондырып бір, екінші қабатқа келіңдер. Жақсы, қазір мен баламды келіп қалады, шай алыңыздар. Жақсы, ал, тамаша. Мен де балам келіп қалды. Балам. Анашым бұларыңыз кім? Бұл қыздар шетел факультетінің студенттері. Түсінікті. Жақсы, кел жақында. Сәлеметсіздер ме қыздар? Атым Тайлақ болады. Жаға деп пәнім бармын. Анам мені бірақ тақиялы періште деп атайды. Ал қыздар, сіздер шетел тілінің факультетінің қыздары екенсіздер, онда шетел биінен бір көрініс тамашалаңыздар. Не болды анашым, көңілсіз ғой. Бүгін мереке күн емес па? Түсінікті. Анашым, жүріңіз онда, мен сізге бір қызды көрсетейін. Жолмаған қалдық бола ма екен? Айтып көрсеңіз. Рас, жүріңіз. Анау. Жақсы. Көрейін онда мен. Амансың ба, қызым? Сәлеметсің? Тұрмысқа шықтың ба? Жоқ, тұрмыста емес пе? Шыққың келе ма? Әрине шыққым келеді. Дайындап қойған жігітіңіз бар ма еді? Әрине бар. Әрине бар. Бетте емес, періште. Періште? Айтпақшы, кім сенің? Досанова Айнаш. Досанова Айнаш? Иә. Қайыл. Досанова кім болады саған? Ол менің әкем. Әкем бе? Иә, таниды ма емес? Иә, жақсы. Апа, не болды? Жақсы. Кеттік балам, кеттік. Не болды анашым? Не болды? Айша жоқ кеттіңіз. Әлі күнге дейін есімде. Көрші ауылға бір топ қыз болып аттандық. Сол кезде қайдан шыққанын білмеймін. Бір жігітке кезіктік. Қыздар, осылай тұрыңдар. Мен де барам. Мені де тойға ала кетің керек. Қыздар, инелістер бар ма? Оғырмақсың. Қарамақтан қыздар оу киіміме қарау керек жігіттің күйігіне қоралай сарай көңілін сыңары қайткенде көңілін мол мұнарай.
Еске алып, мұңайғаным болмас. Мына баламды толғалайын. Баламның бақыты менің бақытым емес пе? Кеттім. Үйлендірем баламды. Баба, қайдасың? Кетті. Үйлендірем. Фильмнің сценарийі бойынша бізге келуші еді ғой. Мен мысалға жап-жақсы келін бола аламын. Әнді білемін, биді білу білемін. Тамақты пісіру білемін. Кәдеке қыздар, келдеш билен бар. Волны голубые, пристани скачет, просто не легонько вздыхает и плачет. И сюда кричат беспокойные чайки, и корабль в пристани стоит. Я тогда не здесь, чтоб его провалить, но мальчик здесь никак не сидит. А жена идет вслед за ним, прибегает, и давай руки говорит. Ты куда, Одиссей, от жены, Одиссей, 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 Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Паровикам на зеленой прокали, просто зажигали зимой качалки. Где-то потерялась вновь золотое, помню, Троянская война. Как броня у причала рыдает, словно на труд корабли собирает. И опять глядят свою горькую долю, слезы льет на пристани жена. Куда Одиссей, от жены, Одиссей, Одиссей. Ну шла бы ты домой, Пенелопа. На восток, на запад, на юг и на север, каждый плывут корабли Одиссеи. Падают дожди, поднимается солнце, и от вам сердце не унять. Сколько боевиков над землей не промчало, будут жены слезы ронять и кричать. Так устроен мир, что подобно не могут корабли в пристани стоять. Ты куда? Одиссей, от жены. Одиссей, 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 Одиссей. Шла бы ты домой, Пенелопа. Одиссей, от жены, Одиссей. Періште болады, квет болмайды. Ой, ағай, не болды? Не болды сөйте, 5 минут шығамыз, болды ағай, өзінен шыға салайықшы ағай. Жігіттер, не деген түсінбейтін адамсыңдар? Ой, ағай, бәрібір шығамыз, ойнаймыз бәрі. Ой! Ендеше соңғы жаңалықтар. Эфирде соңғы жаңалықтар.
Армысыздар 76 Ньюс көрермендері. Өз мектебімізде 6 жыл басшы болған Сафра Сейдуали қызы өз қызметін Білім және ғылым министрлігінде жалғастырып, орнына мектеп директорының міндетін Ботагөз Болатбек қызы атқаруда. Қызметтеріңіз құтты болсын. Ал Ботагөз Болатбек қызының орнына Елжан Еділбайұлы келсе, Елжан Еділбайұлының орнына Шайзат Мақтаевна. Ал Шайзат Мақтаевнаның орнына Мөлдір Заманбек қызы. Ал Мөлдір Заманбек қызының орнына Әсел Дүйсенбай қызы келді. Не болып кетті өзі, ми ашып кетті ғой. Тура біздің үкімет сияқты ауысып кетті. Мейлі, қазақта ұлы сөз бар ғой. Қосылғыштардың орны ауысқанмен, қосындылардың орны өзгермейді. Тағы бір жаңалық. Әміржан Бақытбекұлы Шея жобасының қалалық координаторы, ал Мерей Абдуалиұлы кәсіподақ ұйымының төрағасы болып сайланды. Ұстаздардың күнделік толтыру кезеңі қарқынды жүріп жатыр. Ескерту, толтырмаған ұстаздарға келесі аптада тиісті шаралар қолданылады. Бақ өкілдерінің соңғы мәліметі бойынша мектеп тарихшысы Өтелбек мырза қуантарлық іс жасады. Ол кісі сабаққа уақытылы келіп жүр. Ауғанстаннан елімізге чартерлік рейспен түнгі сағат 3:00-де 180 қандасымыз елге оралды. Сонымен қатар сахнаға қаламыздың чемпионы болған мектебіміздің ұстаздардан құралған Жайдарман командасы карантиннен қайтып оралды. Қарсы алыңыздар. Барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Осы 27-сінен бастап енді артынан емес, алдынан смело келетін болып қой. Енді бүгінгі мерекелеріңізбен біздегі осында отырған бізде жас маман бар еді, Сұлтан деген жігіт. Ең арамыздан жас мұғалім осы. Бір нәрсе айтайыншы, ағай, бір ойын бар, айта салайыншы. Мынандай идея бар. Тұршы, Сұлтан. Сен бір адам сенері бір нәрсе айтшы. Адам сенеді оған. Ботагөз Болатбек мынаға мектептің алдынан да артынан ескерткіш қоямыз. Мектептің алдынан министерствоға қадақтады. Ескерткіш емес? Ескерткіш емес, емес, адамға ондай болмайды ғой. Әзірге білесіз, ол бір адамға ғана қойылып отыр ғой, ондай болмайды. Сен не айтып тұрсың сен? Жеке басына табынышын қойғандар ма? Болмайды ма? Қайдан білейін, қазір солай айтқандардың барлығы көтеріліп алып дейді ғой, бәлкім енді ең жас дауыс болып қалып шығар. Лаңғайыр Атырау, мәңгілік ел мен Түркістанның Керей Жәнібек пен Орынбордың арасы 76-ның алтын бесік аташырды. Әбілекей, кімде-кім осы қасиетті мектебімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз оқу жоспарына өзін тұншықтыратымызды біліп қойған абзал. Кабинетке басымыз қосылмаса да, акт залда малымыз қосылған қай серіктес мектепке де айтарымыз осы. Вакцина алғанға құшағы ашық туыспыз, COVID-19-ға қиып түсер қылышпыз. Мектеп тарихшысы Өтелбек. Мен Осман империясының сұлтаны, Сұлтан Сүлейманның жары Шехзаделердің анасы Хюррем Хатун. Хатун? Сен не үшін келдің? Мен Тұран империясын құрып, мына сіздерді бағындыруға келдім. Бізді бағындыруға? Біз бағынбаймыз. Сен қалай келдің? Шекара жабық еді ғой. Мен үшін бәр жер ашық. Біз бағынбаймыз. Ал Сұлтанға да, Сүлейманға да бармайды. Әлемі байтал шауып бәйге алмас деген бар. Біз бағынбаймыз. Біз қазақ халқын кім көрді? Қашан көрді? Айыл басқарған бағынбаймыз біз. Сіздер кімсіздер маған бағынбайтын? Әлі кездесеріміз бұлай болмайды.
бұл кісіні шақырған жоқ еді ғой. Біз Сәуегейді шақырдық қой. Осы анау көшпенділер фильмдегі жоңғар хандығында ең үздік тұлпарды танып білген Сәуегей сенбісің? Иә, мен ол. Сен болсаң онда, шынымен Сәуегей болсаң, осы сәт пайдаланып бір сынақ көрмейсің. Директор кім болады, білмеймін. Сәуегей, былай, шын Сәуегей болсаң, осы отырған халықтың арасынан мектеп директоры кім болады? Соны танып білші. Жақсы, рахмет. Мына бір отқан топтың арасындағы, ол ортасындағы сарғасқаның бітімі бөлек. Қақса осы ойын. Егер ол кісі шабатын болса, біздің шабуға дайынбыз. Кетті! Салған екі медбикенің әңгімесі. Мадина, біздіңге басына қалай ек? Маза, вообще не представляешь. Вообще күшті болды. Мен примерно главный врачпын ғой. Яна кореец қайда жүрші? Саған бармаймын еді. Ал енді білеміз, барлығымыз жақында ғана бином мектеп ашылды. Енді сол бином мектебінде құрылысы бітпей қалған бином мектебінде қала әкімінің сөз сөйлеуі. Армысыздар, құрметті ұстаздар, қонақтар, жалпы білесіздер, биыл осы бином мектебімізге қалалық бюджеттен білесіздер осы ақша бөлінді. Одан кейін ол жаңа корпус болдық қой. Сол корпусқа мемлекеттік бюджеттен ал енді жаңа бассейн солғады. Сол бассейнге біздің самұрық қазына қорынан доллар бөлінді. Ал енді мына құрылысшыларға біз өзіміз бөлініп жатқан ақшаны айтатын болсақ, құрылысшыларға әкешпір енді бағанағы екі медбике, бірақ бұл жолы Тоқаевқа емес, Жандарбек Бекшинға вакцина салған медбикелер. Дина, енді не болды? Айтпашса, пожалуйста. Ал енді барлығымыз білеміз, мафия ойын ойнаған шығармыз. Мен мафия ойын жүргізушісі, алдарыңызда қазір мафия ойыны. Ойыншылар келе берсеңіздер болады. Қане, құрметті ойыншылар, мафия ойынына қатысатын ойыншылар келіп, орындарыңызға жайғасыңыздар. Жалпы мафия ойыны біз былай, білесіздер, мемлекет басшысы қала әкімдерін өзі тағайындайды. Біздің нұсқада мафия ойыны арқылы мемлекет басшысын әкімдерді қалай тағайындайды, соны тамашалайды. Ал халық ұйықтайды, халық ұйықтайды, ұйықтайды, халық ұйықтайды. Президент оянады, президент оянады, президент оянады. Президент өз таңдауын жасайды, президент өз таңдауын жасайды. Президент ұйықтайды, президент ұйықтайды. Премьер-министр оянады, премьер-министр өз таңдауын жасайды. Премьер-министр өз таңдауын жасайды. Өз таңдауын жасайды. Премьер-министр өз таңдауын жасады. Бекшин оянады, Бекшин оянады. Бекшин ұйықтайды, ұйықтайды, ұйықтайды. Халық оянады, халық барымыз оянамыз. Ал Сапар мырза, бүгін түнде сіз қала әкім болып тағайындалдыңыз. Ал президент мырза, өте жақсы таңдау жасадыңыз. Рахмет, Нұрсұлтан Әбішұлы.
ұстаздар тағы да мерекелеріңізбен сіздерді шын жүректен құттықтай отыра біз келесі әнді сөзін өзгертіп сәл қабыл алыңыздар. Бұл жерде біз білесіздер, қазір Ботагөз Болатбекқызы біздің мектебіміздің директор міндетін атқаруда. Сәттілік тілейміз, барлық ұжым болып бірге дами берейік. Енді осы уақытқа дейін 5-6 жыл болса да мектебімізде қызмет атқарып кеткен Сафро Сидуалиқызына да арнап, жалпы Ботагөз болып, жалпы ұжымға арнап осы бір әнді қабыл алыңыздар. Келе берсеңіздер болды. Бүгінгі біздің ұжымның атынан қымбат Қанатбекқызы, жалпы тәрбие саласының орынбасарлары Нұрслан Есімжанұлы, Ардақ Алғашбайқызы, жалпы бүкіл барлық бірлестіктерге алғысымызды білдіреміз. Әкімшіліктің атынан енді келесі сөз құттықтау кезегін мектебіміздің директорының міндетін атқарушы Сейдеш Ботагөз Болатбекқызына береміз. Қалуыңыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті ардагер ұстаздар.
Бүгінгі жаңа Ержан Еділбайұлы айтып кетті, бүгінгі тамаша 1,5 сағаттық көңіл көтерген кешті ұйымдастырған біздің ұстаздарымызға, ұйымдастырушыларға мың алғыс. Бір құрмет көрсетіп қояйықшы. Қаншама көңілімізді көтерді. Ішімізде сырттан ештеңе іздеудің қажеті жоқ екен. Қандай жағдай болса да, ішімізде әртіс де, биші де, әнші де осылай алға қарай дами берейік, бір-бірлеріміздің қолдауымыз бір-бірімізге керек болып жатады. Сондықтан тек қана бірлікте жұмыс істеуге мен тілектеспін. Енді бүгінгі күні ортамызға бізде жоспар бойынша қаламыздағы қарттар үйінен қарттар шақырылған болатын. Одан кейін өзіміздің ардагер ұстаздарымыз, өздеріңіз білесіздер, 1 қазан біздің жылына бір рет келетін төл мерекеміз, мұғалімдер мерекесімен қатар қазыналы қарттарымыздың да мерекесі. Сондықтан қартын сыйлаған қазақпыз, қартты құрметтеген қазақпыз. Сондықтан ең алдымен міне бүгін құрмет көрсетіп отырған біздің ардагер ұстаздарымызға, ортамызда қазір істеп жатқан, бізбен қызметтес болып кеткен бүгінгі арнайы кешімізге шақырып, арнайы келіп отырған апайларға, сіздерге өмірлеріңіз мәнді, сәнді болсын. Қашанда болсын, соңдарыңыздан еріп келе жатқан өздеріңіздің осындай үлкен ұжымдарыңыздың бар екенін ұмытпаңыздар. Сіздерге қашанда тілекші, бала-шағаларыңыздың қызығын көріп, үнемі осындай ұжыммен бірге болыңыздар. Ал енді мен өзімнің ұжымдастарыма бүгінгі жылда бір келетін кәсіби мерекеміз, осы мұғалімдер мерекесімен шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Шынымен де біз бақыттымыз. Мынау карантиндік шектеулерге қарамастан биылғы оқу жылын бастап өздеріңізбен бірге оқушыларымызбен кездесіп жатқанымыздың өзі бір бақыт. Егер мектеп жаңағы киелі болатын болса, мектептің ішіндегі сахна одан да киелі екенсіздер білесіздер. Сондықтан осындай үлкен Әлихан Бөкейхан есімін арқалаған киелі шаңырақта жұмыс істеудің өзімен арман ғой деп ойлаймын. Осындай Әлихандай мектебіміздің атын әрі қарай дамытып, әрі қарай республикаға, халықаралық деңгейде жеткізуге сіздермен бірге ат салысып, ертеңгі күні биік белестерден көрінетініне, Сапура Сейдалина бастап кеткен ізді әрі қарай жалғастырады ғой деген сенімдемін. Сіздердің отбасыларыңызға тек бақыт, көзге көрінген балапандарыңыз аман болсын, дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызда тек той болсын. Жастарымыз бір бастары екеу болып, үнемі біздің ортамызда осындай бүгінгідей көңіл күй қалай сыйлады, сондай көңіл күй сыйлай берсін. Жылдан жылға осындай мерекеден мерекеге жете берейік, барлығымыз аман болайық, тек сәттілік, қолдау. Ал қайырлы күн баршаңызға, сәл кешігіп қалдым, кешірім сұраймын. Барлықтарыңызды бүгінгі кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Одан кейін бүгін қарттар күні, еңбек күні, әрқайсыңыз осы жерде отырған еңбекте алдыңғы шепте жүрген азаматтар мен азаматшаларсыздар. Мынау алдыңғы қатарға мектептің қазіргі күні жұмыс істеп жүрген немесе зейнеткерлікте отырған біраз апайларымыз келіп отыр екен, ағайларымыз отыр екен, мерекелеріңіз құтты болсын. Әрқайсыңызды тек қана аман есен осындай бір жақсы мерекелерде жүздеріңізден тек қана күлкі мен қуаныш лебі есіп тұрған сәттерде жүздесе беруге жазсын. Әрқайсыңыздың амандықтарыңызды тіледім. Әрқайсыңыздың осы жан-жақтарыңызда жүрген жақындарыңыз, алдарыңызда жүрген шәкірттеріңіз аман болсын. Күн сайын біз жаңа нәрсені үйренуіміз керек деп, ендеше сіздердің алдағы уақытта әлі де үйренетін, атқаратын істеріңіз көп, сіздер жететін биік әлі алда. Баршаңызды жақсы көремін, мерекелеріңізде.